الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de БААРА сүресінде бізге бұлай дейді. Ол сондай Алла Тағала сендерге жер бетіндегі барлық нәрсені жаратты. Яғни сендер үшін Алла Тағала жаратты. Сонан соң аспанды жаратып, оны 7 қат етіп орналастырды. Алла Тағала ақиқатында барлық нәрсені толық білуші деп келеді. Алла Тағала бізге адам баласын осы дүниеге жаратып, және адам баласына барлық нәрсені жаратып, адамға қызмет етуге Алла Тағала бағындырып жаратқан еді. Күннің шығуы мен батуы, айдың пайда болуы мен және оның кетуі, осы жер бетіндегі өсімдіктер, тау-тастар, жануар әлемі барлығы адамға пайда келтіру үшін Алла Тағала жаратты. Және Алла Тағала түпкі мақсатында, түпкі негізінде осының барлығының қандай мақсатта, не үшін болғандығын толық білуші. Алла Тағала адамды жаратқан кезінде періштелер Аллаға қарата бұлай деп сұрайтын еді: жер бетінде қан төгетін сондай бір жаратылысты жаратасың ба деп Алладан сұрайтын еді. Сонда Алла Тағала сендер мен білетін нәрсені білмейсіңдер деп періштелерге айтқан еді. Сөйтіп Адам алейхиссаламға осы барлық нәрсені адамға үйретіп түсіндірді. Адам оның барлығын білді, меңгерді. Кейін Алла Тағаланың бұйрығымен оларға айт деген кезінде Адам алейхиссалам періштелерге барлық нәрсені мәлім етіп жеткізген болатын. Сонда періштелердің өзі: «Уа Алла Тағала, сен пәксің, және біз расында да білмейді екенбіз» деп мойындайды. Сондықтан осы дүниедегі, осы жаратылыстағы барлық нәрсенің жаратылуы ол бізге ғибрат болсын деп, біз соны көріп, түсініп, содан өзімізге тиесілі деңгейде, дәрежеде ғибрат алып, Алла Тағалаға құлшылық ғибадат жасаушылардан, шынайы момын мұсылмандардан болуға әрекет етуіміз керектігін меңзейді осы аятта. Алла Тағала бәрімізге шынайы момын мұсылман, тақуа болуымызды, жүрегіміздегі иманымыз кәміл болып, Алланың ақиқатынан адаспауымызға баршамызға нәсіп етсін. Ва ахири дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.